Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Менің YouTube каналыма осы балық шаруашылығы мамандығын қай оқу орындарында оқуға болады, немесе қай оқу орындарында Қазақстанның осы мамандықтар бар деген сияқты көптеген сұрақтар келді. Бүгін мен соның сіздерге жауабын айтқым келіп отыр. Және осы видеоның соңында бір қуанышты жаңалығым бар деп айтуға болады. Айта кетейік, Қазақстанда мен өзімнің білетін 4 негізгі оқу орны бар, жоғары оқу орны. Оның біріншісі, әрине өзім оқып бітірген Қазақ ұлттық аграрлық университеті, оның технология және биоресурстар деп аталатын факультеті бар. Сол жерде балық шаруашылығы мамандығы бар. Ол жерде бакалавр және магистратура дәрежесін алып шығуға болады осы мамандық бойынша. Және де Қазақ ұлттық аграрлық университеті бар елімізде, білесіздер, ол да Алматы қаласында. Онда да бакалавр және магистратура мамандығын осы балық шаруашылығы саласы бойынша бітіріп шығуға болады, оқып бітіріп шығуға. Және үшінші, Астана қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университет, ол жерде де осы мамандық бар. Қосымша және төртінші, Батыс Қазақстан облысы агротехникалық университеті бар, Жәңгір хан атындағы, Орал қаласында орналасқан ол университет. Онда да осы балық шаруашылығы мамандығы және осы балық шаруашылығы мамандығына арналған жақсы практикалық базалар бар деп айтуға болады. Міне, осы Қазақстандағы 4 негізгі оқу орны болып табылады. Осы мамандықта толықтай бітіріп шығуға болатын негізгі 4 оқу орны болып табылады. Және де қазіргі таңда қуанышты жағдай деп айтуға болады. Осы Алматы облысында осы кәсіппен арнайы білім алмаған, арнайы мен айтып өткен оқу орындарын бітіріп шықпаған, бірақ осы кәсіппен айналысқым келеді, осы балық шаруашылығының негізгі процестерімен танысқым келеді деген осы қызығушылық танытқан біздің қазақ елінің азаматтарына қазір сондай бір тәжірибелік онлайн түрде оқу базасы ашылып жатыр Алматы қаласында. Мен ол жайлы төменде сілтеме қалдыратын боламын сіздерге. Міндетті түрде сол сілтеме арқылы өтсеңіздер болады. Контактілерін, телефон номерлерін қалдыратын боламын. Ал қазақ елі, аман болыңыздар. Балық шаруашылығы дами берсін елімізде. Жалпы осы бизнесті, осы саланы, жалпы ауыл шаруашылығын еліміздің дамуына үлес қосамын десеңіздер, біз сияқты осы ауыл шаруашылығы бағытындағы жұмыс жасап жатқан жастарды қолдаңыздар. Және де менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге жақсы бейнероликтер дайындайтын боламын. Қош, сау болыңыздар.